Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла Тағала жасаған құлшылық ибадаттарымызды, дуа тілектерімізді қабыл еткен болсын. Енді біз бүгіннен бастап дәрісімізді құптаннан кейінгі уақытқа қоятын болдық. Себебі қазір уақыт жылжып жатыр, баршамыз көріп жатырмыз, үлгермей қаламыз. Намаздың уақыты созылып кетіп жатыр, біраз адамдардың хақысына кіріп кетіп жатамыз. Сол үшін Алла нәсіп етсе, құптан намазына уақытына келуге тырыссақ, сол құптан намазын оқып болғаннан кейін осы дүйсенбі және жұма күнгі дәрістеріміз құптан намазынан кейін жалғасын табатын болады иншалла. Бір жағынан кеңінен асықпай отырамыз, шынайы намазға асықпай, біреуді уайымдамай. Енді біздің бүгінгі өтетін дәрісіміз негізінде жаңа дәріс өтейік пе деп бір ойладық та, бірақ өткен жұмадағы дәрісімізді негізінде қайталау қажет болып отырған сияқты. Себебі осы жерде келіп дәріске қатысып отырған көпшілігі өткендегі жұмада дәрісте болмағандар. Ал ол жерде негізінде қазір біздің дәрісіміздің негізгі бір бөлігін қамтитын бір дәріс өткен еді. Сондықтан иншалла осы дәрісімізді қайталап өтуге тырысамыз. Өткен жұмада кім болды араларыңызда? Өткен дәрісте 3, 4, 5, 6 адам ғана болған екен. Қалғандарымызға жаңа дәріс болып көрінетін шығар иншалла. Енді қайталап дәріс тыңдасаңыз оның да бір артықшылығы жоқ, пайдасы. Енді біздің жалпы бұл өтіп жатқан тақырыбымыз біздің ихсан тақырыбында. Яғни ихсан дегеніміз біздің жасаған құлшылық ибадаттарымыздың Алла Тағала көріп тұр деген деңгейде жасауға тәрбиелейтін, соған жетелейтін білім. Біздің жасап жатқан құлшылық ибадаттарымыз, намазымыз, біз өткен дәрістерде айттық, бұл құлшылық деген кезде тек қана намаз ғана емес, сондай бүкіл өміріміз негізі құлшылық ибадат деп түсіндірген едік. Сол өмірімізді, сол құлшылық ибадатымызды Алла Тағала мені көріп тұр деп жасау. Қазір сол құлшылық ибадаттың ішінде біздің ең негізі бетке ұстайтын құлшылығымыз сол намаз болатын болса, әйтеуір намаздың басқалармен салыстырғанда әйтеуір толық оқып жүрген деген сияқты ойлап жүрген болсақ, бірақ сол намаздың өзін біз қалай оқып жатырмыз? Намаз оқыған кезде құра шейін қимыл, іс-әрекет болып жатқан жоқ па? Ойымыз далада жүрген жоқ па? Алланың алдында тұрғандай сезініп құлшылық жасай алып жатырмыз ба деген сұрақ қоятын болсақ, біз көпшілігіміз жауап бере алмай қаламыз да сол сұрақ осы жерде. Яғни намазымыз қалай кетіп жатқаны белгісіз. Ұйқылау кей кезде оқып тастаймыз намазымызды. Таң намазында тұрған кезде күн шығып кеткеннен кейін барып бірақ тұрып жатамыз кей кезде. Міне сол құлшылық ибадатымыздың ихсан дәрежесінде жасалуына жәрдемдесетін білім бұл ихсан ілімі деп аталады. Ихсан ілімі, соның ішінде тағы да тасауф ілімі деп те аталады, софылық ілімі, немесе тәзкиятун нафс, жүректі тазалау ілімі деп те аталады. Енді бүгінге дейін осы дәрісімізде келген жеріміз бір қысқаша қайталап өтетін болсақ, осы ихсан дәрежесіне жету үшін бізге ең бірінші қажет болған нәрсе бұл қоршаған ортамызды түзеу, араласатын адамдарыңызды реттеу, сізді күнәға шақырып, Алладан алшақтататын адамдардан алшақтау, оларды тастау, сізді күнәға шақыратын, зинаға шақыратын, ұрлыққа, өсек ғайбатқа шақыратын, арақ ішуге шақыратын, сондай Алланы ұмыттыратын ортадан алшақтап бөлініп шығу бірінші жасалатын амал. Және соның орнына Алланы еске салатын, құлшылық ибадатқа шақыратын, жақсылықта бірге жарысатын, сіздің бойыңызда қандай да бір кемшілік болса, оның тазалануына жәрдемдесетін ортаға қарай не істеу? Ауысу керек. Оның өзін дәлелдерімен толықтай жеткізіп айтқан болатынбыз, хадистен де, Құран аятынан да. Сондай орта. Ол орталардың бірі енді біздің түсінетіміз сол ортаның бір көрінісі осы жиын. Осы мешіттегі жамағаттармен бас қосқан уақытымыз, айтылған насихат. Келесі жасалатын амал сол сұхбатшылардың ішінен өзіңізге тура жолды көрсете алатын, сіздің білмеген нәрсеңізді үйрете алатын, сізден дәрежесі сәл болса да жоғары болған бір ұстаз тауып алу. Одан кейінгі амал сол ортаға кіргеннен кейін, сол ұстазды тапқаннан кейін енді сол жерде құра шейін жүре бермей, енді білім алу. Бұл айтылып жатқан, былайша айтқан кезде жол картасы, ихсан дәрежесіне жеткізетін жол картасы. Бұны біз ойдан айтып жатқан жоқ, бұны ғалымдардың жазып берген еңбегінен, сол қазір кітабымыз орталық мешітте қалып қойыпты, өкінішке орай. Сол жерде кітаптың аты Хақиқ ани тасауф деп айтты. Тасауф жайында, яғни тәзкия жайындағы ақиқаттар жайында. Сол ғалымның, Абдулқадир Иса деген ғалымның жазған еңбегінде осының барлығы келтіреді. Сол
ортаны тапқаннан кейін сол жерде енді не істеу? Білім алу, келесі жасалатын амал. Білім алу керек. Енді сіз басқа саланы айтып жатқан жоқ. Біз қазір ихсан дәрежесінің тақырыбын қозғап жатқандықтан бізге сол ихсан дәрежесіне қатысты болатын, соған жеткізетін білімді алу. Оған жеткізетін білім, ол қандай ілімдер дедік? Ақида ілімі, фиқ ілімі және жүрек ілімдері, нәпсіні тәрбиелеу ілімдері. Осыларды үйрену. Ақида ілімін үйрену парыз осында тұрған әрқайсымызға. Және құлшылық ибадат білімін, яғни фиқ ілімін үйрену де парыз әрқайсымызға. Оған бейжай қарауға болмайды. Сұрап ала салам ғой деп емес, біз не істеуіміз керек? Толықтай оны оқып, түсініп, көзіміз жеткізуіміз керек, білім алуымыз керек. Білім алып болғаннан кейін келесі кезең қандай кезең? Амал ету. Сол алған білімге амал жасау. Амал жасау арқылы нәпсімізді не істеу? Тәрбиелеу, нәпсіні тәрбиелеуіміз керек. Әл-мужахада дейді, яғни күресу, джихад деп айтады араб тілінде. Джихадтың 3 түрі болады дедік. Біреуі қандай соғыс? Джихад деген тілдік мағынасы соғыс қой. Соғыстың 3 түрі болады. Қандай соғыс? Ең бірінші ашық көрініп тұрған жаумен күресу соғыс. Мысалы, елдің басына жау шапса, соған қарсы төтеп беріп күресу, соғысу. Тілдік мағынасы да бұл. Одан кейін екінші түрі болады шайтанмен соғысу. Үшіншісі нәпсімен соғысу деген. 3 түрі болады екен. Бізге қазіргі уақытта біздің жеңіліп жатқан соғысымыз бұл нәпсімен соғысу. Біз нәпсімен күресте жеңіліп жатырмыз көпшілігіміз қазір. Мінекей сол алған біліміміз, сол біздің араласатын сұхбатшы, салихалы ортамыз, ұстазымыз барлығын қосып біз пайдалануымыз керек. Не нәрседе? Нәпсімен күресуде. Сонда жаңа күресу деген сөздің әл-мужахада деген тағы да бір мағынасын айтады. Джихад дегеніміз негізі былай терминдік мағынасы, тілдік мағынасы күресу, соғысу болса, оның терминдік мағынасы адамның бүкіл бойындағы күш қабілетінің барлығын қарсы тараптағы дұшпанға арнап жұмсау дейді. Күш қабілетіңіздің барлығын, біліміңіз бар, естіген нәрсеңіз бар, айналаңыздағы дүниеңіз бар, қандай сізде мүмкіншілік бар, уақытыңыз бар. Соның барлығын сізге ең үлкен жау болған дұшпанға қарсы жұмсау екен да. Демек біздің қазіргі ең үлкен жауымыз бұл нәпсіміз. Осында тұрған әрқайсымыздың жеке дұшпанымыз бұл нәпсі. Енді сол бүкіл мүмкіншіліктің барлығын сол нәпсіге қарсы күреске жұмсау бізге міндетті да. Нәпсімізге қарсы қоюымыз керек. Сізге Алла Тағала дүние берді ме? Дүниені нәпсіні жеңуге қарай жұмсаңыз. Денсаулық берді ме? Денсаулығыңызды нәпсімен күресуге қарай жұмсаңыз. Білім берді ме? Білімді нәпсіні жеңуге қарай жұмсаңыз. Қандай Алла Тағала сізге мүмкіншілік берді? Уақыт берді ме? Сол уақытты нәпсіні жеңуге қарай жұмсаңыз. Қандай мүмкіншілік берді? Соның барлығын жинап, енді нәпсімен күресуге қарай жұмсау. Джихад дегеніміз сол. Міне осылай нәпсімен күресу жайында тағы да бірнеше тақырыптар қозғалған болатын ол жерде. Адамның нәпсісі егер де өзгеру мүмкін емес болса, біз енді осынша жасқа келдік, енді біз өзгеру мүмкін емес, енді қанша жас сүріп садық қой, кеше кеңес үкіметінің тәрбиесін көріп садық, енді біз өзгермейміз, қаттық осымен енді өлеміз дейтіндерге ғалымдарымыз айтады, не дейді? Егер адамның нәпсісінің өзгеруі мүмкін емес болғанда, онда пайғамбар жібермес еді дейді. Алла Тағала пайғамбар жіберді ма? Демек ол не? Нәпсінің өзгеретіндігіне дәлел. Ешқандай да нәпсі өзгермейді деген сөз ол жалған сөз. Алла Тағала егер нәпсі өзгермейтін болса, пайғамбар жібермес еді. Құран жібермес еді, адамның нәпсі өзгермейтін болса. Құран жіберді, пайғамбар жіберді. Бұл нені білдіреді? Демек нәпсімді өзгертуге болады. Өзгере алады екен мен. Жаңадан мен өмірімді қалыптастыра алады екен деген бізде сенім пайда болады. Міне осы нәпсімен күресу жолындағы енді біз осы жерде әрқайсымыз ойлаймыз да, соны нәпсімізді тәрбиелейін, осында әрқайсымыз соған ұмтылайын деп отырған болуымыз мүмкін да. Енді сол жолда енді бірінші болып жасалатын қандай амал? Біз ортаны өзгерттік, ұстазды таптық, білім алдық, күресуге кірісіп жатырмыз ғой енді. Енді күресу кезінде нәпсімен яғни өзіміздің кемшілігіміздің бар екендігін мойындауды. Адамның нәпсімен күресудің бірінші жасалатын қадамы сол нәпсіміздің кемшіліктерін мойындауымыз керек.
әрқайсымыз осы жерде мойындаймасақ егерде, онда нәпсімен күресу деген сөз ол бос сөз болып қалады. Адам өзінің бойындағы кемшілікті мойындамаса, жоқ мен тәкаппар емеспін деп тұрса, мен жалқау емеспін деп тұрса, мен білімдімін, мен надан емеспін деп тұрса, жүрегім таза деп тұрса, ол адам нәпсімен күреспейді еш уақытта. Өйткені өзін болды, ол тазамын деп ойлап қойды, болды да, енді тоқтады сол жерде. Сондықтан нәпсімен күресудің бірінші жасалатын қадамы не? Нәпсіміздің кемшілігін мойындау керек. Иә, расымен іштей біреуге айтпай қойыңыз оны. Иә, мен біреу тәкаппармын деп біреуге айтудың қажеті жоқ. Іштей өзіңіз мойындаңыз, өзіңіз бітті. Мен шынымен де осы жасап жатқан амалым күнә ғой енді. Кейбіреулер сол мойындамаған себептен күнә амалды өзінің жасап жатқан күнә амалын, яғни харам болған іс-әрекеттерді харам емеске шығаратын да сол себептен екен ғой. Мысалы, ішіп жатқан арағың ол харам емес дейді. Не үшін айтып жатыр ол? Нәпсісін ақтап алу үшін айтып жатыр да. Жоқ, мен нәпсім күнәһар емес, жүрегім таза деп айтқысы келіп тұр да ол. Ешкімнің ала жібін аттап жатқан жоқпын. Түбінде сол сөзді айтудың негізі мақсаты не болып тұр сонда? Нәпсісін ақтап алу болып тұр да. Ал Құранда Алла Тағала нәпсілеріңді ақтамаңдар деді бірінші уақытта. Лә тузакку анфусакум, нәпсілеріңді ақтап әуре болмаңдар деді. Өйткені нәпсі деген ол тек қана пайғамбарларда ғана ол тазартылған, сақталған күнәдан. Қарапайым сіздер мен біздер сияқты адамдар еш уақытта күнәдан пәк болмаймыз біз. Міндетті түрде қателесеміз. Сондықтан мен нәпсімді ақтап алу бұл жалған өтірік сөз болып қалады да. Мінекей сол нәпсімен күресудің, нәпсіні тәрбиелеудің бірінші жасалатын қадамы сонда ол өз нәпсіміздегі кемшіліктерін мойындау. Алланың алдында тұрып жалбарынып, түнде тахаджудте дұға қылып, я Алла, мен мойындаймын осы нәпсімде кемшілігім бар. Мен осындай күнәдан тыйыла алмай жүрмін. Мен осындай бір кемшілігім бар. Мен мына нәрсені жасап қоя берем деп Аллаға мойындау жоқ дегенде. Және сол кемшіліктерден тазаруға қарай ұмтылу, ниет қылу. Міне сол кезде бізде нәпсімен күресу деген процесс басталады да. Ал біз өзімізді мойындамайынша бұл еш уақытта қозғалмайды екен ғой, күресу деген нәрсе. Мінекей сол күресудің бірінші қадамы сонда нәпсімізді мойындау деп айттық. Енді осы нәпсімен мойындау кезіндегі тағы да амалдарды айттық. Жаңа 7 мүшемізден тыйылсақ, сол нәпсіміздің кемшіліктерінен тазаратындығымыз, және олардың орнын құлшылықпен толтырғанда адамның жүрегі нұрға бөленетіндігі, адамның жүрегі нұрланған уақытында оның бүкіл дене мүшесінің нұрланатындығы жайында, жүрегіндегі ауруларын тазаратындығы жайында өткен дәрісімізде соның барлығын бітірген болатынбыз. Енді бұл қайталау дәрісі негізінде айтылған. Енді бүгінгі біздің қазір айтқымыз келіп отырған тақырып бұл келесі тақырып зикр деп айтқанбыз, зікір ету жайында. Енді мына алдыңғы картамыздың барлығын сызып келдік та, ihsan бағытына. Енді кеп тірелген жерлер енді еске алу, зикр деген тақырып келеді. Еске алу, тікелей мағынасы еске алу деген сөз. Бұл еске алу деген сөздің мағыналары өте көп. Ол жерде Құран аятында келеді, мысалы, кейде ол намаздың мағынасын білдіріп тұрады, кейде Құран мағынасын білдіріп тұрады, кейде тілмен айтылатын зікірлер айтылып тұрады, кейде мүлдем бір нәрсені еске түсіруді басқа нәрсе айтылып тұрады. Мағынасы өте кең да. Бірақ енді соның ішіндегі барлығының негізгі түпкі мағынасы ол біреу ғана да. Ол не? Алланы еске алу. Алланы еске алу. Намаз оқысақ та ол зікір деп айтқанның күннің өзінде ол біз намазда Алланы еске аламыз. Құран оқысақ та Құранымызда не? Алланы ойлап еске алып тұрып біз Құран оқимыз. Алланы еске алу деген сөз. Енді осы жерде бір түсіндіре кететін мәселе еске алу дегенде Алланы қалай еске аламыз? Алланы еске алдық, болды, сонымен тақуа болып қалдық па? Алланы еске алдық, адам Алланы еске алуымен күнәдан тыйылып қала ма? Тыйылып жатырмыз ба? Алланы еске алумен күнәдан тыйыла алмай жатырмыз да. Демек біз Алланы еске алу деген нәрсенің өзін дұрыс түсінбей жатырмыз да әлі. Қалай еске аламыз деген? Не нәрсені еске аламыз? Жалпы өзі ол Алланы еске алу деген мені күнәдан тосу керек еді ғой. Бірақ Алланы еске алып тұрып мен күнә жасап жатырмын да. Ол қалай? Деген кезде біз сонда еске алу деген сөздің мағынасын дұрыс түсінбей жүрміз да әлі. Дұрыс, ол Алланы еске алу, бірақ қалай еске алу? Не деп еске алу? Оны түсінбей жатырмыз. Сол үшін осы сөзді түсіндіру мақсатында біз мына бір ақиданың ақидада иман шарттарын біз білеміз ғой,
иманның 7 рүкіні бар деді. 7 рүкіннің ішіндегі соңғы 5-ші рүкіннің бірі ол ақырет күніне сену дегенбіз. Ақырет күніне сену. Сонда ақырет деген сөздің мағынасы соңғы күн деген сөз. Соңғы күн. Ненің соңғы күні? Осы бізге берілген өмірдің соңғы күні. Бірақ ол сонымен бітіп қалды деген сөз емес қой, соңғы деген сөзбен. Ол осы берілген уақыттың соңғы күні. Ал мына берілген уақыт қандай уақыт ол? Міне осындай бір уақыт берілді бізге. Бұл уақыт қандай уақыт? Не уақыт ол нәрсе? Сынақ уақыт. Міне сол сынақ уақыттың бітетін уақыты деген сөз ғой сонда. Сынақ. Бұл өмір сынақ үшін берілді. Сынақ енді сонымен бітеді. Ақырет күні деген сөздің мағынасы сынақтың біту күні деген сөз. Сонда былай айтқан кезде. Енді бұл сынақ өмір. Біз айтып жатырмыз, сынақ үшін жіберілдік. Адам баласы сыналады. Егер сол сынақтан өтсе, ол жәннатты болады. Сынақтан өте алмаса, тозақы болады. Айтып жатамыз ғой. Сол кезде осы тағдыр, енді былай жатқан кезде тағдыр мәселесі ғой. Енді ақырет күні сонда кейбір бауырларымыз, дінді дұрыс түсінбейтін аға бауырларымыз сұрақ қойып жатады ғой. Енді Алла Тағала егер сол сынаққа жіберілген, мына жақта жіберілген адамның соңы қандай болатындығын білген болса, біз енді хадиске, Құран аятына сүйеніп отырып айтамыз ғой, Алла Тағала барлығын білуші қиямет қайымға дейін. Осы жерде тұрған әрқайсымыз ертең не жасайтынымызды біледі Алла Тағала. Және біз соңғы сәтімізде жәннатқа кіреміз бе, тозаққа кіреміз бе, оны да біледі Алла Тағала. Біздің сеніміміз де сондай ғой. Енді сол кезде сұрақ қояды да, ондай болса Алла Тағала мына жақта сынақ өмірге жіберіп жатқан пенденің соңы қандай болатындығын білетін болса, онда не үшін сынаққа жіберді, бірден тозаққа, бірден жәннатқа бөліп тастай салмады ма деген сұрақ қояды. Енді мына жақтан кірген адам соңы қайдан шығатынын біліп тұрса, онда осыншама өмірде адамдарды қинап, әуре қылмай-ақ бірден жәннатқа кіретіндер жәннатқа, тозаққа кіретіндер тозаққа неге кіргізе салмады деген сұрақ қояды. Ақылға қонымды сұрақ, бір жағынан қарасаң, шынымен де ойланып қалуымыз мүмкін да. Біліп тұрса неге оны жасай салмады деген. Сонда жаңағы ғалымдарымыз айтады да, егер дейді Алла Тағала сол сынаққа жібермей мына жақта бөліп тастай салатын болса, онда ол тозаққа кірген пенделер не деп айтады дейді? Мені сынақтан өтуіме мүмкіншілік бермей, бірден тозаққа кіргізіп қоя салды ғой деп. Алла Тағалаға зұлымдық деген сипатты беріп қойды дейді. Алла Тағала зұлымдық қылды, бізді сынаққа кіргізбеді, сынаққа кіргізгенде мен өтетін едім деген сияқты не істейді? Шағымданады екен дейді. Сол үшін сол шағым болмас үшін өмірде арнайы берді дейді Алла Тағала. Өмірге жіберді, сол жерде енді өмірінің соңында дейін барады, күнә жасаған болса күнәмен өледі де, соңында тозаққа кірген кезде енді ол ақтала алмайды. Ол енді ақтала алмайды. Неге? Өйткені жүріп өтті сол жолмен. Ол мүмкіндік берілді, мүмкіндік пайдаланбады. Сөйтіп жүріп өтіп, соңында тозаққа кірген кезде саған ескерту жіберілді ғой, Құран жіберілді ғой, неге соған бойсұнбадың деген кезде ол не істейді? Қарсы ешқандай сөз ақталуға сөз таппайды екен. Ал егер мына жақта жіберіп қойса, адам бәрібір ақталып, мені жібергенде сөйтетін едім деген сияқты сөз айтады екен дейді. Сол үшін Алла Тағала бізге бәрібір біліп тұрса да берді дейді. Оның мысалы мына мектептегі болатын не сияқты, мысалы бір мұғалім білсе оқушының қандай екендігін, ол емтиханнан өтпейтіндігін енді біледі. Бүкіл жыл, оқу жылы бойы оқымаған, сабаққа қатыспаған, ұйықтап жүрген, енді емтиханға кіретін кезде бұның екі алатындығын біледі де, мысалы бір адамның. Бірақ бәрібір не істейді ол? Емтиханға кіргізеді. Ол бірақ біліп тұр екен деп екіні қойып бере салмайды ол. Егер екіні қойып берсе, не істейді? Шағымданады да, мен емтиханға кіргізбей қойды деп шағымданады да. Сондаймыз ғой біз. Емтиханға кіргізбей қойды деп шағымданамыз да. Емтиханға кіргізгенде мүмкін мен ана жерде бірдеңе алып шығатын едім, бір 5 алатын едім деген сияқты ойлаймыз да. Ал бірақ сол уақыттың арасында ешқандай бір білім алмағандығымыз есімізде жоқ та. Дәл сол сияқты екен. Одан кейін енді осы сынақ өмірдің, біз бұл тақырыпты жаңағы зікір деген сөзге қатысты түсіндіру үшін айтып жатырмыз ғой, осының барлығын. Бұл қазір барлық соңында не үшін айтып жатқанын түсінесіздер. Одан кейін мәселе
Енді сол сынақ өмірге жіберместен алдын неге менен сұрамады деген сұрақ қояды да адамдар. Осы өмірге жіберместен алдын Алла Тағала неге менен сұрамады? Мына сынаққа барасың ба, бармайсың ба деп сұрамады. Егер мен сұраса, мүмкін бармайым деп айтушы едім. Менен сұраған жоқ, менің еркімсіз, мәжбүрлі түрде мені сынаққа жіберіп қойды ғой деген сияқты сұрақтар қояды екен да адамдар. Сіздерге қойған ба осындай сұрақтар? Қойылып жатыр осындай сұрақ. Яғни өмірге жібергенде менен сұрамады. Енді мен мәжбүрлі түрде өмірге келдім, мен не үшін қиналып енді сынақтан өтуім керек? Әу баста сұрағанда мен мысалы сынаққа жоқ, мен келіспеймін деп айтушы едім бәлкім. Бұл енді ақылға салатын болсаң, бір зұлымдық. Бір баланы әкеп емтиханға кіргізіп жібере салдың, одан сұрамай жатып. Көшеден ұстап әкелді, емтиханға кіргізіп жіберді. Ол айтады, менен сұрамайсыңдар сендер. Рас па? Ақылға қонымды ма? Ақылға қонымды. Енді соны айтады. Негізінде дейді Алла Тағала сұраған дейді барлығымыздан. Негізі Алла Тағала барлығымыздан осы сынаққа барасың ба деп сұраған екен да. Бүкіл Адам алейхиссаламнан бастап қиямет қайымға дейінгі өмірге келетін адамның барлығының жанын бір алаңда жинап, сол жерде сұраған екен де, барасыңдар ма сендер сынаққа? Біз барлығымыз бірдей келіскен екенбіз ғой негізінде. Сол жерде біз не үшін келістік? Құран аятында келтіреді. Қай сүреде дедік өткенде? Ахзаб сүресі 72-ші аят па? Қателеспесем. Біз бұл аманатты аспандарға, жерге, тауға ұсындық. Олардың барлығы бас тартты. Кейін адамға ұсындық. Адам не істеді дейді? Қабылдады. Және соны қабылдаумен қатар не? Өзіне зұлымдық қылды, және надандық қылды деген аят келтіреді. Сонда осы аяттың тәпсірінде ғалымдарымыз айтады. Міне осы аяттың ішінде Алла Тағала бірінші осы дүниеге жібермей тұрып бізден алдын сұраған, ұсынған екендігіне дәлелдейді. Бірінші адамға ұсынбастан алдын бүкіл жаратылысқа ұсынған екен де Алла Тағала осы сынақтан. Сынақтан өтсеңдер сондай жоғарғы деңгейге көтеремін. Өте алмасаңдар бірақ жазасын аласыңдар деді. Сол кезде сол сынақтан өтуге тау бас тартқан екен. Жоқ, мен өте алмаймын ол сынақтан. Аспан, жер бас тартқан, бүкіл жаратылыс бас тартқан екен де. Сол кезде не істеді? Адам қабылдаған екенбіз. Не нәрсеге қызығып қабылдадық біз? Үлкен ана жетістік, ана жеңсеңдер, өтсеңдер, мынандай бір үлкен жетістікке көтерем, тіпті періштелерден де жоғары деңгейге шығасыңдар деген сондай бір нәрсеге біз қызығып, болды өтеміз, сынақтан өтеміз деп қабылдап қойған екенбіз ғой негізінде. Сол сынақта сол кезде біз уәде беріп қойғанбыз. Иә Алла, сені Раббым деп мойындаймыз, және сенің жіберген белгілеріңмен, сенің жіберген кітабыңмен, сенің жіберген пайғамбар елшілерінің артынан еріп, сол сынақтан өтуге біз келісеміз деп уәде беріп қойғанбыз да. Сол берілген уәдені әл-мисақ деп айтады. Біз қашаннан бері мұсылманбыз деп айтамыз? Әл-мисақтан бері мұсылманбыз деп айтамыз. Сол әл-мисақтан деген сөздің мағынасы сол берілген уәде. Бұл өмірге жіберілмей тұрып, бүкіл адамзаттың рухы Алланың алдында біз уәде беріп қойғанбыз. Я Раббым, бізге мүмкіндік бер, сол сынақтан өтейік, ана жетістікке жетейік деп соған қызығып біз сынаққа келісім беріп қойғанбыз да. Договорға қол қойып қойғанбыз ғой былайша айтқан кезде. Енді сұрақ қояды, неге ол мен есімде жоқ ондай болса дейді да. Сол әл-мисақ неге мен есімде жоқ? Мен білмеймін. Кім біледі осы жерде қазір? Білесіздер ме? Уәде бергендеріңізді білесіздер ме? Білмейміз. Неге білмеймін? Себебі дейді, адамның сол сынақтан өту үшін, сол өмірдің сынақ болуы үшін оның шарты ана жақтағы нәрсені білмеуде, есінде болмау. Егер есінде болса, онда ол сынақ болмай қалады. Қазір осы жерде отырған барлығымыздың сол Алланың алдында берген уәдеміз, сол жердегі әл-мисақ оқиғасы барлығы есімізде тұратын болса, онда біз күнә жасамайтын едік өмірі. Ешқандай адам күнә жасамайтын еді ол кезде. Ол болса, онда сынақ болып есептелмей қалады да бұл кезде. Егер біреуді емтиханға кіргізіп қолына кітабын ұстатып жерсең, ол сынақ бола ма оған? Қолында кітап тұр барлық. Сынақ емес қой. Сол сынақ болуының шарты біздің есімізде болмау. Егер есімде болатын болса, ол сынақ болмайтын еді бізге. Сол кезде айтты Алла Тағала адам баласını осы өмірге жіберместен алдын
осындай сынақ болады, ол жақта қараңғы болады, қараңғыдан жол тауып жүру үшін сендерге шам, нұр беріледі, сол жолды көрсететін бір адам жіберем, солардың артынан ерсеңдер, сендер адаспай өтесіңдер сынақтан. Біз ойладық та, жарық берілсе, жол көрсететін адам келсе, онда сынақтан өту жеңіл болады екен ғой. Кеттік онда деп, біз сынаққа келісе салдық та сол кезде. Мысал айтқан кезде бір үлкен бір сондай бір бизнесмен ба біреу келсе, мына жақта үлкен бір ғимаратты көрсетіп, осында тұрған жалпы хабарландыру берсе адамзатқа, мына ғимаратта есік терезесі жоқ, қап-қараңғы, іші лабиринт құсаған, бір күн уақыт берем, егер соның ішінде шыдап ар жақта жол тапсаңдар, сендерге сондай бір қомақты сумманы айтса, $1,000,000 дей ма, келісесіңдер ма деп айтса, бір күнде өтсеңдер өттің, өтпесең енді өлесің демейді енді, жалпы енді айтса, біз не істейміз? Келісеміз ғой. Және ол айтса, сол қараңғы ғимараттың ішіне кірген уақытта саған қолыңа фонарик беріледі, және сол лабиринттен өтетін бір карта беріледі. Қуана келісеміз ғой. Дәл сол сияқты бұл өмір, қараңғы өмір, Алла Тағала бізге сол жаққа сынаққа жіберді, және сол қараңғы өмірден жол тауып жүру үшін жарық нұр берем деді, және сол нұрды беретін, жеткізетін адам жіберем деді, көмекшімді жіберем деді, пайғамбар елшімді жіберем деді. Соның артынан ерсеңдер, сол лабиринттен шығатын карта берем деді, солмен жүрсеңдер, бұл шығасыңдар деді. Біз соған келістік. Енді өкінішке орай сол қолымызда не жарық жоқ, не нұр жоқ, не фонарик жоқ, не жіберілген адамның артынан да ермей жатырмыз. Сол үшін біз қараңғыда жүрміз да қазір. Сол үшін адамзат басқасы қараңғыда жүр. Құран аятында Алла Тағала зулумат деп келтіреді. Құран аятында Бақара сүресінде қалай келтіреді? Мәсәлухум камасалиллази истауқада наран фаламма адаат ма хаулаху захабаллаху бинурихим ва таракахум фи зулумати ла юбсирун. Бақара сүресінде келтіреді. Оларға енді нұр берілетіндігі, олар мысалын келтіреді ғой. Бұл жерде мүшриктердің, мұнафиқтардың, кәпірлердің мысалын келтіреді. Олардың мысал дейді, оларға сол нұр беріледі, бірақ та нұрдан айырылып қалады. Алла Тағала олардың нұрын алып қояды, және оларды қараңғылыққа тастап қояды. Бұл өмір қараңғылықта сонда. Алла Тағала берген нұрын алып қоюы адамды қараңғылыққа қалдырады. Сол қараңғылықта адам адасады қараңғыда. Балшыққа бірде кірсе, бірде тағы шұңқырға соғылады, бір жерге тағы бір жерге басын соғады. Қараңғылықта жүрген адам осындай өмірдің қиыншылығын көреді. Сонда жаңағы сол қараңғылықтан шығу үшін Алла Тағала нұр берген де бізге. Нұр деген сол Құран, иман, хадис, құлшылық, ибадат, бұның барлығы нұр. Егер осылардың барлығын қолымызға, жүрегімізге жинасақ, онда бұл қараңғылықтан біз шыға аламыз, жол ашылады бізге. Жолымыз көрінеді, ненің ақ, ненің қара екенін ажыратамыз. Сол бойынша ары қарай біз жолды тауып өмір сүреміз. Мінекей сол жаққа келсем деп біздің уәде беріп қойғанымыз бұл әл-мисақ деп аталады дедік. Және сол жердегі берген уәдеміз енді жаңағы зикр деген сөздің мағынасына келетін болсақ, еске алу деген сөздің астында осы оқиғаны еске алу екен негізі. Алланың алдында берген уәдемізді еске алу. Алланың алдында біз уәде беріп қойдық. Енді сол уәдені біз ұмытпай жадымызда ұстап жүріп, солай өмір сүруіміз керек. Мен сынақтан өтем деп келіскем осыны өмірге. Сол сынақтан құлақ қалмауым керек, қайтсем де мен сүрінбей өтуім керек деп біз тырысуымыз керек та. Өйткені қазір біз бір есеңгіреп жүрген, ғапылдықта ұйықтап жүрген біреулер сияқтымыз да. Ұмыт қалғанымыз барлығын, еш нәрсе есімізде жоқ. Міне сол есімізге түсіріп тұру үшін Алла Тағала бізге Құран аятын берді. Міне осындай жағдай болған негізінде біз Құранға қараймыз, расымен дейміз да, енді сол бойынша өмір сүреміз. Сол бойынша жүреміз. Сол бойынша құлшылық жасаймыз. Және сол бойынша бірін-бірімізге ескертеміз. Фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин. Есіне түсіріп тұр, себебі ескерту бұл мұсылмандарға пайда береді. Сол кезде ескерту деген, еске түсіру деген нәрсе сол ақыретті болатындығын, емтиханның бітетіндігін, және әл-мисақта біз Аллаға солай уәде беріп қойғандығымызды еске түсіру деген сөзді сонда. Біздің өміріміз сонда осылай
таңертең үйден шықтыңыз, жұмысқа бара жатсыз ба, қайда бара жатсыз, сіз сынақта жүргеніңізді түсіну керексіз ғой. Сынақта жүрмін мен, сол жақта сынақтан мен қалай өтемін, соған байланысты менің соңым солай болады. Алланың алдында ертең мен осы қазір жолда кетіп бара жатқан әрбір тірлігім үшін жауап беремін, әрбір сөзім үшін жауап беремін деп мен не істеймін, өмір сүруім керек қой осылай. Осылай өмір сүрсек, сол кезде біз ихсан дәрежесінде, яғни Алла мені көріп тұр деген деңгейде құлшылық жасай аламыз. Алла Тағала бізді жіберіп қойды сынақ өмірге. Енді көріп тұр шынымен де сынақтан қалай өтеді екен, бізді сынап тұр. Ихсан дәрежеге жету деген осы. Егер де шынымен де сол Әл-Мисақты есіңізге түсіріп, Әл-Мисақ жайында Құранда ашық айтқан. Сендер мені Раббыларың деп мойындайсыңдар ма деді. Ертең сынаққа барған кезде. Әлбетте мойындаймыз деп біз уәде бергенбіз. Ашық айтып тұр Құран аятында. Және Құранда осы Құранның қараңғылықтан шығу үшін жіберілген кітап екендігінде ашық айтып тұр. Әл-Мисақта енді Алла Тағала бізге уәде етті ғой. Егер сендер сынаққа барсаңдар, мен сендерге жол көрсететін жарық нұр берем деді. Сол нұрмен жолдарыңды көре алып тура жол табуға тырысасыңдар деді. Адам жіберем деді, елші жіберем деді. Соның артынан бойсын жүріңдер, еріңдер деді. Міне осының барлығын бір-бірімізге еске түсіріп тұруымыз керек қой. Соны ойлап отырып біз өмір сүруіміз керек те. Сол нәрсені ойлап жүріп біз өмір сүруіміз керек. Әл-Мисақ шынымен. Қазір біз ұйықтап жүрміз шын керек. Ұйықтап дүниеге кіріп кеттік, басқа бір проблемаға кіріп кеттік. Дүниенің қызығушылығынан шыға алмай жатырмыз, нәпсінің қалауларынан шыға алмай жатырмыз, нәпсімізді тәрбиелей алмай жатырмыз. Соның ішіндегі ең ұлық құлшылық ғибадатымыз намазды дұрыс оқи алмай жатырмыз. Бұның барлығы сол біздің Алланың алдында берген уәдемізді ұмытқандығымызда да. Аллаға уәде беріп пе, сол уәдені еске түсіріп тұрмыз бір-бірімізге. Біз қазір осы жерде отырмыз, есімізге бәрібір түспей тұр да. Бірақ мен не істеуім керек? Осы ескертулерді пайдаланып өмір сүруім керек. Құранға қарауым керек. Шынымен де Алланың алдында ертең осы үшін жауап беремін ғой. Ескертті, айтты, бірақ сонда да ғапылдықта жүріп қалдым ғой деп біз уайымдауымыз керек қой. Иншалла осылай біз еске алуымыз керек. Сонда әл-зикр деген сөздің мағынасы сол берілген уәдені еске алу. Алланың алдында берген, Әл-Мисақта берген уәдемізді еске алу. Әл-Мисақта Алланың алдында тұрып, я Алла, сынақтан өтуге біз келістік, сені Раббым деп мойындаймыз, енді сол сынақтан сүрінбей өтеміз деп біз келісіп уәде бердік па, соны енді еске алып отыру. Сонда намаз болсын, Құран болсын, басқа зікірлер болсын, бұның барлығының түбінде осы бір болған оқиғаны еске алатын болсақ, онда оны еске алған адам еш уақытта күнәға бармайды да. Еш уақытта күнәға бармайды. Тағы да енді бізге түсінікті болу үшін бірнеше мысалдармен келтіріп жатырмыз ғой. Бір студенттерге, мектеп оқушыларына мысалы қатысты болған емтихандар болады ғой. Бір 2 сағат берілуі мүмкін ол жерде, 2 сағат емтиханға кіруі мүмкін оқушы. 2 сағат кірген уақытында ол сол 2 сағат қана берілгендігін біліп тұрған, және сол 2 сағаттың ішінде оның бүкіл алдағы тағдыры шешілейін деп тұрған, біліп тұрған студент, ол 2 сағатын не істейді ол? Толықтай пайдаланады да ол. Тиімді түрде пайдаланады да. Ал оны түсінбеген адам 2 сағаттың ішінде ұйықтап отыруы мүмкін, қасындағыларымен мазасын алып, уақытын бос өткізіп отыруы мүмкін, қайта-қайта сыртқа шығып кетуі мүмкін. Былайша айтқан кезде ғапылдықта отырады да ол. Мынау емтихан, сен бүкіл сен ана неңді шешейін деп жатыр алдындағы. Қайда оқи аласың ба, жоқ па? Соның бәрін шешейін деп жатқан болса, сен болсаң ұйықтап отырсың деген сөз. Не істейді ол адам? Толықтай пайдаланады да, сол 2 сағат уақытым бар қазір. 2 сағат мен еш нәрсеге көңіл бөлмей жақсылап жазып сайын, сөйтіп барып мен 2 сағаттан кейін осы жерден шығамын ғой деген сенімде отырады да ол. Дәл сол сияқты біз мына аз ғана уақыт берілді сынақ. Осы сынақта жақсылап мен уақытымды пайдаланайын, одан кейін ар жағында енді мәңгілік кеңінен өмір сүреміз ғой, жәннатты ғой иншалла деген ниетпен біз солай өмірде сол кезде бізде бос уақыт қалмайды, азғындыққа уақыт қалмайды, күнә іске уақыт қалмайды да бізде сол кезде. Ұйқыға уақыт қалмайды адамда. Ұйықтап жүрмейді да адам еш уақытта. Аз ғана уақыт берілгенін түсінген адам. Мысалы, және бір мысалмен келтіретін болсақ, мысалы, ақырет күні бар, Алланың алдында есеп бар, Алланың алдында ертең барлығы үшін жауап береміз. Ертең сондай қиын заман келеді, махшар алаңы болады.
таразыға тартылады барлығы деген сияқты сөздерді түсіну үшін мысалы кейбір адамдар оны сенбейді де сол кезде оның мысалы мына бір мысалға келеді да, бір ұстаздарымыз айтатын еді, біздің елде мысалы қазір қыстың мезгілі таяп келе жатыр, ал бірақ қыс мүлдем болмайтын жерлерде бар да, Африканы айтайық, мысалы қар жаумайды мүлдем, қар жауып былай тұрса жауын жаумайды, сол жақтан бір адам келсе осында жаз уақытында көшіп келсе бала шағасымен, ол көшіп келген адам жазда келеді, жазда келсе, жазда қандай жап-жасыл бүкіл жеміс жидек жайқалып, күн деген жып-жылы, қатты ыстық та емес, суық та емес, тоңбай рахат өмір сүресің да. Енді сол адамға сіз не істейсіз, барып ескертесіз ба? Сен бүйтіп ойла қалма, бүкіл жыл 12 ай осылай болады. Ертең қыс болады мына жерде, аяз болады, қатып қаласың, ертең бала шағаңмен қосып дайындал деп айтасыз ғой. Аяз келеді ертең мына даланың бәрін 2 метр қар жауады. Айтасыз ба? Айтасыз да ескертесіз ол адамға. Ал бірақ сол кезде ол адам ақылы болса егер, ол тыңдайды айтқан сөзіңізге, қалай дайындалатынын сұрап, сол дайындалады қысқа. Бірақ ақылы жоқ болса, ол адам не істейді? Сенбеуі де мүмкін да. Тура сол сияқты ақыретті айтып ескерткен кезде, ой қойшы оны деп кім бар кепті, кім көр кепті деп айтатын адамдар мысалы дәл сол сияқты да. Ертең қыс болатындығына сенбей отыр да олар. Ойлап тұр да, бүкіл өмір осылай болады екен деп ойлап тұр. Ертең қыс болатындығын білмей тұр. Ал оны білетін адамдар айтса, оның ескертуін қабылдай алмай жатыр да. Бізге де мысалы қанша айтады, біз бірақ сол не? Өміріміз жаз сияқты өтеді екен деп ойлап жүрміз. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған деген өлең негізі мағынасында үлкен нәрсе жатыр ғой негізінде. Құмырсқа мен екеуінің арасындағы болған әңгімені айтады ғой. Шегіртке деген шырылдап ән салып жүріп бүкіл өмірін барлығын өткізіп алғандығын айтады. Ал соның қасында құмырсқа деген еңбек етіп тыртыңдап қысқа дайындалып, соңында қыс келген уақытында шегіртке құмырсқаға келіп жалынып көмек сұрағандығы жайында келтіреді ғой. Дәл сол сияқты да бұл өмір. Бір қыс келеді ертең, қыстың қамын жаз ойла деген да. Қыс уақытында біз өкініште қалып қоймауымыз үшін қазір жаз уақытында дайындалуымыз керек та. Міне сонда зикір деген сөздің астын түсіндіге әл-мисақты еске алып тұруымыз керек үнемі. Өте үлкен оқиға ол болған оқиға. Біздің есімізде жоқ, бірақ та ол есте болмауы болмады деген сөзді білдірмейді еш уақытта. Өйткені мысалы осы жерде отырған ешқайсымыз алғаш дүниеге келген уақытымызды білмейміз ғой, не болған. Анамыздың ішінде жатқан уақытты білеміз бе біз? Анамыздың жатырында жатқан уақыт кімнің есінде бар? 9 ай жаттыңыз ба? 9 айдың ішінде жатқаныңыз есіңізде бар ма? Және 4 айда жан берілген болса, 5 жасқа дейін есімізде жоқ. Тіпті дүниеге жаңадан кішіретіп келген күннің өзі есімізде жоқ. Анамыздың құшағында, омырауында жатқанымыз есімізде бар ма? Жоқ. Демек, есте болмау деген сөз ол мүлдем болмады дегенге дәлел емес екен да. Қарапайым өзіміздің жаңа туған кезіміз есімізде жоқ. Әл-Мисақ қайдан есімізде болады біздің? Ау. Ұйықтап тұрғанымыз есімізде болмайды. Иә, ұйықтап тұрған кезде дәл солай. Енді сонда жаңағы бұл өмір қараңғы бір бөлме сияқты деп айттық қой, сонда қараңғы ғимарат. Сонда жаңа Нух алейхиссаламнан сұрады дейді ғой. Жанын алғаннан кейін жан алушы періште, сен Нух осыншама жыл өмір сүрдің, 1000 жылға жуық өмір сүрген ғой. Сен сондай ұзақ өмір сүрдің ғой жер бетінде. Айтшы, қалай болды деп сұрағанда, не деп жауап берген? Бір бөлменің бір есігінен кіріп, екінші есігінен шығып кеткендей сезімде болды. Яғни сондай қысқа екендігін. Шынымен де бір сынақ өмірге кірді, екінші жақтан шығып кетті, болды. Жаңағы біздің айтып отырған қап-қараңғы ғимаратқа кірді, екінші жағынан шықты. Дәл сондай да бізге кіресің, шығасың, бітті, бір қас-қағым сәт. Сондықтан иншалла бір-бірімізге үнемі еске салушы болайық, және сол бағытта бірге амал қылайық, жәрдемші болайық, ихсан дәрежесіне қарай ұмтылайық, дұға қылайық. Я Алла сол ихсан дәрежесінен айырмасын. Өмір сүрген кезде құр әшейін тамақ ішіп отырсыз ба? Тамақ ішіп отырған уақытыңызда осыны еске алып отырыңыз. Әл-Мисақ, мен уәде беріп қойғам. Ішіп отырған нәрсеңізге қараңыз, халал ма, харам ба? Жұмыс жасап жатсыз ба? Жұмыс жасап жатқан уақытта сіз құлшылық. Біз осының өміріңізде толықтай еске алып жүруіңіз, сіздің сол
ихсан дәреже деген сөз сол да. Сонда алла тағаланы көріп тұрғандай немесе алла мені көріп тұр дегендей өмір сүру. Жұмыс жасап жатсыз ба, солай еске алып тұрмыз. Ол еске алу деген сөз міндетті түрде тек қана жаңағы дауыстап айтып Құран оқып намаз оқу емес, сіз жүрекпен де оймен де еске алып жүре бере аласыз. Көшеде кетіп бара жатсыз ба, аспанға, бұлтқа, күнге, жауын-шашынға, тауға, су, тасқа қарап отырып алла тағаланың құдіретін еске ала беруге болады. Я алла, мен уәде беріп қойғанмын. Сонда бір адам бір азғындыққа келіп қалса, азғындыққа қарай азғырып қалса, бір азғырушы, сол кезде жаңағы әлмисақта берген уәдеміз есте тұрса, егерде біз жоқ дейміз, мен осы түкке тұрғысыз нәрсеге бола, мен Алланың алдында ертең жазаланғым келмейді, мен сынақтан өтуім керек. Мен түкке тұрғысыз нәрсе бола, бір 5 минуттық ләззатқа бола, мен не үшін күнәға батамын деп адам осылайша өзіне күнәдан сақтай алады екен де өзін. Таң уақытында ұйықтап жатқан кезде тағдарға ұйқы қыса береді, тұрғыңыз келмей жатады. Сол кезде дереу еске түсіру керек. Бұл сынақ. Мен алла тағала мені сынап тұр ғой, көріп тұр ғой. Әдейі осылай мен жылы көрпенің астында жатып, мен сынақтан өтуім керек, сүрінбей деп біз не тұрасың да сол кезде. Ихсан дегеніміз осылай өмір сүруге тиістіміз біз. Иншалла алла тағала сол дәрежеге жетуді нәсіп етсін. Ахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи вассалам. Сұрақтарыңыз жоқ па? Жаңа түсінбей қалған жерлеріңіз жоқ па мәселе? Лаухил махфуз деген бұл жоқ, әлмисақ емес. Лаухил махфуз деген бұл кітап па, былайша айтқан кезде? Кітап. Біздің тағдырларымыздың жазылған кітабы. Әлмисақ деген бұл уақыт және мекенді айтады да. Біздің Аллаға берген, жаңағы алаңдатып берген уақытымыз және сол мекеніміз. Әлмисақтан бері мұсылманбыз деген сөздің мағынасы сол. Сол кезде мен мұсылман деп иман келтіріп, арғы сынаққа келісіп қылған бітті. Енді артқа қайтуға жол жоқ. Басқа сұрақтарыңыз жоқ? Әмин, Алла баршамызға разы болсын. Еске түсіріп отырайық бір-бірімізге. Нәпсі деген пайғамбарларда ғана таза, ал Адам алейхиссалам күнә жасады ғой деп түсі. Сұрақ осындай ма? Бізде ақида бойынша, осы дәрісіміздің басында да айтқанымыздай, ақида ілімін оқу не? Парыз. Міне сол ақида ілімінің ішінде пайғамбарларға деген сенім жайында тақырып қозғалады. Пайғамбарларға деген сенім қандай болу керек? Міне сол тақырыптардың ішінде пайғамбарлардың бойында уәжіп болған сипаттар бар. Сол уәжіп болған сипаттардың бірі күнәдан пәк деген нәрсе. Күнәдан пәк. Күнәға түспейді, күнәдан сақталған. Бұл бір ғана пайғамбарға қатысты емес, барлық пайғамбарға қатысты да. Барлық пайғамбар күнәдан сақталған. Ал енді сұрақ осы жерде. Сонда Адам алейхиссаламның жасаған нәрсесі не ол? Күнә емес па деген сұрақ. Дәл сол сияқты Ибрахим пайғамбарды да, Мұса пайғамбардың да оқиғасын келтіреді. Олар да күнә жасады ғой деген сияқты сөз айтады да. Бұл не? Пайғамбарға тағылған күмән да, бұл негізінде бұл күнә емес. Сол кейбір жаңағы күмән тудырушылардың тарапынан қойылған осындай бағытталған кейбір деректер ғой, бұл күнә жасады дегенге алып барады. Бұның астында не жатыр? Пайғамбарлар күнә жасады деген сөз, демек пайғамбарларда қателесу мүмкін деген сөз. Ол деген сөз пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, ол да не қателескен болуы мүмкін деген сөз. Ал ол кісі қателесуі мүмкін деген сөздің астында ислам діні қате болып шығуы мүмкін деген сөз жатыр да. Оның астында бүкіл мұсылмандардың ұстанған ұстанымы қате болу деген сөз. Сонда пайғамбардың қателесуі мүмкін деген сөздің, яғни күнә жасауы мүмкін деген сөздің астында ол үлкен нәрсе жатыр. Сондықтан біз айтамыз, жоқ, пайғамбарлардың, ешқандай пайғамбарлардың күнә жасауы мүмкін емес. Неге? Өйткені пайғамбарлардан жаңағы біздің жүрегімізге қойылған перде құсаған перде қойылмаған да оларға. Оларда перде жоқ ондай. Олар Алла тағаламен не тілдескен тұлғалары, олар сол сынақ үшін жіберілмеген олар. Олар сынақтан өтіп жатқандарға тура жол көрсету үшін жіберілген да. Олар сынақ үшін жіберілген жоқ. Сынақтан өтіп жатқандарға тура жол көрсету үшін жіберілді. Жаңа қараңғы бөлмеге жіберілген деген сияқты. Сол үшін Алла тағала оны өзі қорғап қойған да, күнәдан тиіп қойған. Бірақ жаңағы нәрсе не болды деген кезде, ол сол пайғамбарлардың
тарапынан адамзатқа жіберілген сынақ ретінде жіберілген кейбір аяқ вәлла деп айтады, аяқтарының шалысып басуы деп айтады. Кейбір жерде шалынып қала салып, сүрініп қалған жерлер, бірақ бұл күнә жасады дегенге жатпайды. Күнә жасады деп айта алмаймыз да бұны бәріміз. Бұл енді алла бұйырса ақида кітабында именно осы тақырыптарға қатысты арнайы тоқталамыз. Соның ішінде мысалы Мұса пайғамбарды келтіреді. Ол бір адамды, қибыти бір адамды ұрып өлтіріп қояды ғой. Таспен өлтірді деп айтпайды ол кезде. Қолмен ұрды деп айтады. Қолмен ұрған кезде ұрған адам өліп қалды дейді. Енді адам өлтіру деген үлкен күнә, былайша айтқан кезде. Енді Мұса пайғамбар не істеді? Адам өлтірді, үлкен күнә жасады деп айтатындар бар да. Құран аятында келіп тұр. Енді қарасаң шынымен де білімсіз адам сөйтіп ойлап қалуыңыз мүмкін. Бірақ ғалымдарымыз айтады да, бұл жерде ол Мұса пайғамбар Құран аятында оны ұрды деген кезде не үшін ұрған еді? Байқаусыздан ұрмайды, кәдімгідей ұрады ғой. Не үшін ұрды? Бір адамды жәбірлеп жатқан адамнан қайтару үшін да. Ол көмекке шақырады, біреуді ұрып жатады. Ана жаңағы қибыти бір тайпаның бір адамы, Бану Исраилдің бір адамын ұрып жатады. Ұрып жатқан уақытында енді көмекке шақырады, көмектесейін деп қолмен бір сілтеп қалған уақытында көмектесу үшін, анан тосу үшін, арашалау үшін қолын сілтеп қалған уақытында, сол қолының сілтеген уақытында оның өлім сәті келген дейді да. Өлім сәті келіп, сөйтіп сол жерде жан тапсырған. Қолының күші сондай мықты болған. Енді сонда ғалымдар айтады, ол кісі оны ұрған кезде не үшін ұрды? Өлтірейін деп ұрды ма? Өлтірейін деп ұрған жоқ, ажыратайын деп ұрды дейді. Сондықтан ол адам оның ол кісінің сөйтіп ұруы, ол өлтірейін деген ниетпен болғанда, онда ол күнә болып есептеледі. Мына жерде ол ажырату үшін ұрған. Сұрағыңызға жауап қанағаттан алдыңыз ба, жоқ? Аллаға сенерге аршан соңайын, өйткені мен Алланың рұқсатынсыз адам өлтіріп қойған деп айтады ол жерде. Есімде жоқ. Бірақ та адам өлтіріп қойғандығы жайында айтылмайды. Қауым жиналып Исаға алейхиссаламға айтады. Исаға алейхиссалам да солай өзі айтады. Неге деген кезде, өйткені менің қауымым маған табылып кетті, мен оларға олай үйреткен жоқпын дейді ғой. Осы нәрсеге оларға енді күнә емес, бірақ қателік сияқты өздері нетеді. Бүкіл пайғамбарлардың бәрі ат кетеді. Нұх алейхиссалам мысалы. Құран өзіне үш рет ескертті, жаңағы балықсын қорқыға дұға жасағанда. Сол сияқты енді бұлар күнә болмаса да қателік сияқты болып саналады. Мына бір қағида бар да. Сайyiatul хасанаtul абрар, сайyiatul муқаррабин деген қағида бар. Хасанаtul абрар, сайyiatul муқаррабин. Қазақшасын айтатын болсақ, бір тақуа адамдардың деңгейі бар, мысалы. Сол Аллаға жақын және одан да жақын дегендер болады. Мысалы, Аллаға жақын болған адамдардың құзырында жақсы саналған амал, одан да жақын болған адамдардың құзырында ол айып болып қалуы мүмкін дейді. Түсініп отырсыз ба? Яғни біздің құзырымызда жаңағы сияқты амалдар ол түкке тұрғысыз нәрсе. Мысалы, біреуді байқамай соғып өліп кетсе, біз ол күнәға тартылмайды адам басы. Ал бірақ оны Аллаға өте жақын болған адамдардың құзырында ол амал үлкен айып болып қалады. Мысал үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жаңағы соқыр сахаба келіп, ол мүшриктермен былайша айтқан кезде диспут жасап жатқан кезінде бір фиқи бір мәселені сұраған кезде қабағын шытып қалады ғой. Артынан да сұрасаң болмайтын беді деген сияқты. Мына жақта үлкен бір мәселе шешіп жатыр ғой, өйткені мүшриктермен олардың дінге келуіне қарай үміт пайда болып соларға дінді жеткізіп жатқан кезінде кеп намазға дәретке қатысты сұрақты қоймай тұратсаң болатын еді, артынан сұрасаң да қасында жүрген едім ғой деп бір сондай оймен не істейді, сәл қабағын шытып қалады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол кезде енді ол амалды біз жасасақ егерде бізге ешқандай не айып емес еді. Ал бірақ пайғамбар жасағандықтан не істеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құзырында бұл айып болып есептеледі. Бір күнә емес та. Ол кісінің деңгейіне сай емес. Деңгейіне сай емес. Сол үшін Құран аятында абаса ва тавалла дейді. Алла Тағала абаса сүресін түсіргенде. Яғни қабағын шытып теріс бұрылды деп сөгіс айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда бұл жерден түсінетініміз, демек шариғаттың шеңберінде қойылған күнә деп бекітілген нәрселер бар. Күнә деп бекітілген нәрселер бар. Біздің міндетіміз, сіз бен біздің міндетіміз сол күнәлардан сақтану. Ал енді
одан жоғарғы деңгейге Аллаға жақынырақ болған пенделердің құзырында тақуалықтың шеңберіне бекітілген айыптар бар да, тақуалықтың шеңберіне. Пәтуалық және тақуалық деген нәрсе содан қалады. Мысалы біз енді қазір сыртта қаншама мұсылман жамағаттары дәріске келмей жүрген болса, білім алмай жүрген болса, намазға дұрыс мән бермей салғырттықтанып жүрген болатын болса, солардың қасында Алла Тағала бізді таңдап дәріске де әкеп қойды, намазға да әкеп қойды, тақуалықты сәл көтеріп Аллаға жақындатып қойды ғой. Енді біз олармен салыстырған уақытта олардың жасап жатқан амалдарын бізде жасап қоятын болсақ, онда бізге айып болып есептеледі. Олардың құзырында ол айып болмауы мүмкін, шариғаттың шеңберінде ол айып болмауы мүмкін, бірақ біздің деңгейімізде біз үшін айып болады. Сізбен біз егерде жасап қойғанда ол бірге сөгіс алатындай, айып болатындай нәрсе, ал бірақ басқа қарапайым жамағаттың арасындағы адамдар жасаса, оған ешқандай не түк емес болуы мүмкін. Мысалы тақиясыз жүруді айтайық та, мысалы тақиямен жүреміз көбінесе. Қазір енді мына жерде шығып осылай уағыз айтып отырсақ біз қалай көрінеді? Мысалы әдемі ме? Әдемі деп айтып отыр екенсіз. Мына өстіп отырып уағыз айтсақ қазір қалай, мысалы шапан болса деп, немесе қысқа жең футболкамен шығып тұрып уағыз айтып отырсақ біз. Егер біздің тараптан осылай ұстаз деп жамағат ойлап жүрген адамның тарапынан бұндай нәрсе көрінсе, бір түрлі көрінеді да көзге. Қазір осылай отыру бір түрлі да қазір. Тақай былай тық қойсақ мүлдем бір түрлі көрінеді. Сатысқа салып қойса барлығы неше түрлі комментарий жазасыз. Көрдіңіз ба? Ал неге сіз тақиясыз жүрсеңіз, сізге ол бір түрлі көрінбейді? Тақиясыз отырғандарыңыз бар ғой сіздерде. Сізге не үшін бір түрлі емес ол? Көрдіңіз бе? Бұл енді былайша айтқан кезде Аллаға жақындаған сайын, адамның деңгейі көтерілген сайын, ол адамның бойында басқаларда білінбеген нәрселер оның бойында айып болып көрініп қалады. Оның бойында айып болып көрініп қалады. Парақ неғұрлым тазарған сайын, ол парақтың бойындағы дақ бірден көзге түсе бастайды. Ал парақ, әппақ парақ лас болса, оның лас екенін ешкім байқамайды да. Түсініп отырсыз ба? Сол сияқты сіздер мен біздер тазалану жолында жүрген кезде тазаланған сайын бойымызда сәл болсын бір шалыс бассақ, ол көзге бірден көрініп қалады, айып болып көрініп қалады. Сол үшін ғой қазір имамдар деген сөйтіп жатыр, молдалар деген бүйтіп жатыр деген сөздер көзге көрініп қалады. Әппақ шапан тұсағанда мынандай сәл бірдеме істесе көзге көрініп қалады. Ол былай жалпы халық жасап жатыр деген нәрсені айтпайды ешкім. Сол сияқты мұсылманмын деп жүрген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артынан еріп сүннетке берік болып жүрмін деген адамдардың бойынан қандай да бір дұрыс емес іс-әрекет жасалып қалса, ол бірден көзге көрінеді. Бүкіл 80% намаз қан не болып кетті? Алаяқ болып кетті. Бір-екі адамның жасағандығы себебінен бүкіл 80% мұсылман алаяқ, намаз қандар алаяқ болды. Сол үшін сізбен біз қарапайым халыққа қарап еш уақытта өзімізді салыстырмауымыз керек. Олар да жасап жатыр ғой, олар да сөйтіп жүр ғой, олар да тақиясыз жүр ғой, олар да осындай нәрсені ішіп жатыр ғой, пепси-кола ішіп жатыр ғой деуге болмайды да. Ол бізге Алла Тағаланың дәрежесін көтеріп қойғаннан сол дәрежеге сай өмір сүру керек та. Өйткені сол амал біздің құзырымызда ол айып болып есептеледі. Дәл сол сияқты жаңа пайғамбарлардың өмірінде болған қаншама амалдар ол негізінде шариғаттың шеңберінде айып болмағанымен, бірақ ол кісілердің құзырында ол айып болып есептеледі. Өздері солардың деңгейінде бізге қатысты емес та ол нәрсе.